просто потому что бір жас тұрған жоқ, просто потому что ол жас тұру керек дегенді білдірмейді. Жастар тұрмауға міндетті. Олар да адам, олар да туалетке барады, шат сиет, көт сүртеді, мусор лақтырады, шаршайды, ауырады, больницаға барады, жұмыс жасайды, жұмысқа алмайды, алады, резюме жазады, жазбайды. Вот, олар да бәрін жасайды, олар да қартаяды. Оны бәрі біледі. Білмесе де скоро білетін болады. Вот, бәрі біледі. Пока олар жас кезінде отырғысы келеді, пока олар жас кезінде хотят наслаждаться жизнью. Почему вы не позволяете им наслаждаться жизнью? Вы же сами наслаждались ведь. Даже если не наслаждались, вы же хотели наслаждаться. У вас же было такое желание. Солай емес пе? Мен жаспын, я хочу наслаждаться дегені кімде болмайды ондай ой? Бәрінде болады. Я кезінде бәрін жасадыңыз, істедіңіз, көрдіңіз. Енді жастарға позвольте жасап істеуге, окей? Вот. Солай деп мен айтам. Мен жас болғандықтан мен бәріне орын беруге міндетті емеспін. Мен энергияны эмет етуге міндетті емеспін. Мен жас болғандықтан. Жастарда энергия жоқ. Мен оны бәріне айтам. Вот. Жастар ауырады. Тем более ол адам ауырады. Оны көріп тұр. Мыналар ауыратын. Енді көріп тұрғасын жерде болды ғой, көзге айқын болғасын жерде. Зачем аргумент создавать? Проблему создавать? Я не понимаю. Тұрмады ма? Басқасы анаяқта тұрып жатыр. Ол тұрмаса анаяқта пустой орында тұр. Ол тұрмаса просто жерге қойда пакетіңді тұр. Қазір біреу тұрады. Остановкадан түседі ғой, босайды ғой, сол кезде орнына отырасың. Енді сен бүкіл адамды, отырған миллион адамды тұрғызып жібере алмайсың ғой, жалғыз бір сенде пакет бар деп. Жалғыз сенде емес, миллионында пакет бар. Ол миллионның бәрінің қайсысы отырады? Ол бір, екі, ол миллионның бәрінің, енді мен білмеймін, қайсысын отырғызамыз? Жалғыз бір адамда пакет жоқ қой, бәрінде пакет бар. Менде де пакет бар. Жалғыз бір адам кәрі емес, бүкіл адам кәрі, көп адамда кәрі. Ал жалғыз әйел емес, еркек те кәрі. Ал еркек те пакетпен кіреді иногда, еркек те отырғысы келеді. Енді олардың бәріне енді қайдан біз орын тауып береміз? Понимаешь? Вот, орын табылмайды. Вот. И олардың бәрі келіп алып жастарды тұрғызып жібере алмайды ғой. Жастар тоже отырғысы келеді. Сонда мына жерде еркек жастар отыру керек па? Кто должен сидеть здесь? Кәрілер ме әлде? Қайсыны отырғызамыз? Бәрінде пакет бар, бәрі шаршайды, бәрінің энергиясы күші кетеді. Қайсыны отырғызамыз? Я вообще не понимаю просто. Так что түсініп, нормально, критически надо мыслить здесь. Жастар тоже отырғысы келеді, кәрілер де тоже отырғысы келеді. Енді біз білмейміз, әрқайсының көңілін таба бермейміз, енді оған шамамыз жоқ. Вот. Да, сондай елге көшіп кетіңіздер, где кәрілерге бәрін істеп қойған, жасап қойған, орын беретін, сондай бар ма ел? Вы гуглите, погуглите, смотрите, где какие страны. Вот, например, в Америке в автобусе очень много мест, туда не садят. Я сама смотрю в ТикТоке, в Америке очень много казахов ходят там. Вот. Там в автобусе никого нету. Да, значит, идите туда, в Америку, визу берите, на консульство идите, вот. Естественно, в будущем надо было думать, да? Енді тағы да біз сен неге будущеңді ойламадың жас кезде деп айта алмаймыз. Оны айтсақ, ол адам өзінің ситуациясын айтады. Мені кінәлама, мен деген жас кезімде анан жасадым, мынан жасадым, оны ойлауға да шаруамыз болған жоқ деп. Қайдағы Америка деп айтады. Европаңды ойлауға біздің ойымызға да келіп кіріп кірмеген деп. Ойлаған да емеспіз біз оны деп. Миымызға ондай нәрсе келген де емес деп. Өзіміз есіміз танып, тіліміз сәлақтап жүрген кезде пакетімізді арқалай алмай деп. Біреуді іздеп жүрміз, кім көмектеседі екен деп. Автобусқа мінген сайын біреудің көмегін күтіп тұрамыз. Тіленіп тұрамыз біреуден деп. Ал біреудің көмегімен бейтіп жүрген адамымыз ғой, әйтеуір ілесіп, понимаешь? Түйреніп бейтіп. Сол біреу көтеріп жібереді, біреу нетіп жібереді, сөйтіп жүрміз дейді. Я вижу это. Мен өзім де сондаймын. Біреуден көмек күтіп тұрам. Біреу келсе бүйтіп жүрсе екен деп соларға бүйтіп түйеніп тұрам. Соналардың көмегімен жүрмей жүр. Болды. Так что біз білмейміз, на самом деле. Әр адам өзін ойлау керек, әр адам индивидуал деген сол, әр адам өзімен жұмыс жасап, өзіне не керек екенін надо уточнять. Понимаешь?
Енді біз оны не істейміз енді? Сосын негатив шашып керек емес. Отырады да негатив айтады. Автобустың бәрі негатив болып кетті ал. Сосын мен шығып батыр едім наконец-то. Енді ана айда отырған адам отыр автобуста. Мына 43 алдымдағы неге жүрмейді? Болды ғой, түсіріп болды ғой адамдарды. Енді әлі тұрған ес, кетшейік, мен келіп тоқтамайын ба орныңа деп. Менің орным, менің уақытым дейді ал. Ну, енді это твоя проблема. Ну, ұзақ тұрады, келді, тоқтады, адамдарды түсірді. Так, түсіп бәрі болды ма? Все, есік жапта кете бер. Может быть, он ждет других людей. Түсіріп болғаннан кейін түсетін адамдар түсіп, кіретін адамдар кіріп алып болды, жүре беру керек қой. А ол түсті, шықты, кіретін адам кірді, отырды. Тағы да может біреу жатыр ма екен деп күтіп тұрған шығар, может. Бірақ негізі не надо күтуге. Сенен де басқа автобустар бар, ар жақта келе жатырған. Шығардың, кіргіздің, кет. Тоқтадың, шығардың, кіргіздің, кет. Болды. Келесі автобус тоқтау керек, понимаешь? Надо работать дальше. Не зацикливайся дегенің сөз ғой. Вот. Все, мен қайта бермеймін. Қаншама артта тағы да 43-терге жатыр, соған мінет үлгермеген адам. Үлгерген адам баяғыда кірді. Шығатын адам шықты. Все. Болды. Әр адам, значит, өзіне жауап беру керек. Уақытында кіріп, уақытында шығып отыру керек қой. Болды. Телефонда отырмай, біреумен сөйлеспей, біреумен проблема создавать етпей, анжеге барып, неге тұрмайсың? Сосын анау көрсетеді, сол айтам, неге тұрмайсың? Деп, ол зато 21 век қой, скоро 22 будет. Вы о чем вообще думаете? Мир развивается, вы думаете, как развиваться. Хорошо? Вы не думаете, как развиваться. Вы об этом не думаете. Вы только думаете, кімге ұрыну керек. Ваш большой план вот это. Кімнен ұрыныс табу керек. Сендердің үлкен пландарың қалай развиваться ету керек. Ары қарай. Қалай бұл әлемге ары қарай развиваться етуге көмектесу керек деген ой келмейді оларға. Вот. Біз уақытында шығып, уақытында кіріп, уақытында отырып, уақытында шығып кетіп, уақытында телефонымызды қарап, ұрыс создавать етпей, негатив айтпай, шықты ма? Шықты, окей. Кірді ма? Кірді. Орын бермеді ма? Басқа да орын бар. Жоқ па? Тұрам. Қазір босаған кезде отырам. Или, может, біреу маған бере қояр, сол кезде отырармын деп. Солай деп ойлау керек. Шынымен де, иногда тұрасың ғой, ешкім орын бермейді ғой. Тұрасың, кішкенеден кейін өздері саған айтады, отырасыз ба деп. Аяй ма, білмеймін. Әйтеуір айтады. Бар ондай адамдар. Сондай адамдарды күтіп тұру керек. Оның бәрін білу означает, значит, сен бұл қаланы білесің, бұл адамдардың қандай екенін білесің бұл қаладағы. Өз қалаңды білуің керексің. Өз қалаңда сондай адамдар бар екен, который орын беретін. Вот. Алматыда енді білмеймін, может, тоже болар. Бір тұрып, соң кішкенеден кейін барып, сіз деген мадан бері көп тұрсыз ғой деп беретін адам, может, болар тоже. Может, шетелде де ондай адамдар бар шығар. Просто олардың культуралары кішкене басқашалау, соны біліп алу керек. Басқа елдің культурасын үйрену, ол өте қиын. Соны мен өзім ақшам болмаса да үйде отырып алып үйрендім, үйде отырып алып ағылшынша сөйлестім, ана автобуста не істейді деп сөйлестім. Прямой эфирларды қарадым. Вот қазір мен Американы, Лос-Анджелесті көріп отырмын. Не болып жатқанын. Автобуста ешкім жоқ, 3-4 адам отыр, өздерімен өздері. Водитель нағыл деп жатыр. Машиналар қалай жүріп жатыр. Машинаның ішінде отса, айдап оны қайда бара жатыр. Бәрін білем, бәрін көріп отырмын. Как они живут. У них ссоры есть, как у нас? Жастарға? Нету. Ну вот. Мен бәрін көріп отырмын. Так что адам самый главный өзінің қайда тұратын, қандай әлемде тұратын. Вообще әлем қандай, өзінің тұрған жері қандай, адамдар қандай білу керек. Кейбіреулері береді, кейбіреулері білмейді, уже үйренетін уақыттары болды ғой. А они наоборот зацикливаются на одном. Понимаешь?
Они зацикливаются на одном. На одном. Это негатив шашу и проблема создавать. Эту ұрысу, неше түрлі сөздерді айту, содан көру, сол тұрмады деп нету. Вот. Одан қалса жап-жас болып алып, ертең көреміз қартайған кезде деп бір никакой логикасы жоқ сөздерді айтады. Мен айтамын ғой, кім қартаймайды? Бәрі қартаяды. Самое главное, негатив шашпай, барынша отыру. Тып-тыныш. Болды. Ереже болу керек, ереже. Ереже жоқ. Понимаешь? Америкадағыдай қатаң ереже болу керек. Вот, қатайту керек. Бұл Қазақстанды. Сол кезде адамдар қатаяды. Әйтпесе адамдардың энергиясын бәрін ұрыс немен энергиясын бәрін жеп алып алған. Соны мен даже аэропортта да алдында Алматының көрсеттім. Аузыммен айтпасам да, былай денеммен сөйлеумен, ым-ыммен көрсеттім. Сөйлесумен, ана черныймен, реакция оған бермеумен, мына елге тоже реакция бермеумен, оның қандай екен сөйлемеу арқылы көрсетумен көрсеттім. Мен сөйлеген жоқпын, а ол әйел өзінің ішіндегі негативін показал. Понимаешь? Все. Ал. Көрсетіп отыр ғой енді ішіндегі негативді. Бүкіл негативінің бәрін көрсетіп қойды. Не үшін ол? Скажи, кім үшін? Ал сен негатив шаштың маған. Содан маған бірдеңе болды ма? Бір-екі ойлайым да қоям мен. Ал. Или болмаса, манағы escalation болса, полицияға берем. Қазір саған полиция келеді. Сенің басың пәлеге қалады, менің емес. Понимаешь? Потому что я тебе ничего не делала, это ты сама. Деп атқан. Тем более мен өзім ауырам. Документім тұр. Қолымда, ты понимаешь? Сен біліп тұрған жоқсың менің қандай адам екенімді. Кіммен сөйлесіп тұрғаныңды сен біліп тұрған жоқсың. Сен біліп алшы бірінші кіммен сөйлесіп тұрғаныңды. Сыйлап тұрған жоқсың. Мен сені сыйлап тұрмын, сен мені сыйлап тұрған жоқсың. Мен сыйламасаң, мен де сені сыйламаймын. Полиция шақырам дедім. Вот. Ал ол қалды әйел, Шымкентке кетті. Мен өзімнің оралыма келдім. Я дальше продолжала копирайтингімді оқуға, сертификатымды алуға, қолымды емдетуге, жұмыс іздеуге. Ладно, жұмысым мошенник болып, кішкене сол мошенникпен қазақ телефонға шейін кетіп қалып звондаймын деп, одан звондай алмай, оған босқа барып, энергиям кішкене шашып алған түрім бар қыста. Бірақ, окей. Сосын барып суши жеп келдім. Ладно, суши это полезно. Вот. Сосын 5-6 мыңымды кетірдім мен. Пенсиям түскен кезде сразу тек 74 мың түсті, мен соның 5-6 мыңын сразу, даже 7-8 мың кетірген сияқтым. Ол деген 5-6 мың деген былай қарасаң көп ақша. 2 футболка келетін ақша. 7-8 мың тоже көп, одан да көп ақша. Доллай тамақ аласын бір адамға оған звондап қана британецтарға. Точно осы жерме маған бір Маргарита айтқан, осы жерме жұмысқа алатын деп, олар жоқ деді. Вот, тексерем деп сол Маргаританы біршама ақшам, уақытым, энергия кетті менен, ауыратын адамнан. Сосын соңында одан сайын ауырдым. Қап деп, бүкіл уақытымды, энергиямды алып қойды мына мошенниктар. Босқа тек ақшамды кетіріп звондап, босқа тек энергиямды кетіріп деп. Понимаешь? Босқа тек. Ол шындық енді. Бәрі босқа кетті. Босқа энергия, босқа уақыт, босқа денсаулық далаға шашылды қаншама. Уақыт деген алтын ғой. Уақыт деген алтын нәрсе. Голд. Золото ғой, золото. Сол золотыны кетірдім. Уақытымды кетіріп, энергиямды кетіріп,
И ладно енді, бірақ ары қарай у меня сейчас все в порядке. Сосын еще ана скиллбокстың кредитін жауып тастадым, сол сертификат алған жерімнің. Сөйтіп өзімнің шаруамды жасап кеттім. А ол әйел негативқа толып, қызғанышқа іші толып, менің ағылшынымды, менің черныймен сөйлескенімді, сөзбен сөйлеспей-ақ денемен сөйлескенімді, ымыммен сөйлескенімді, бәрін ол қызғанып, сол қызғанышты ішіне түйіп, ішіне жіберіп, іші толып, жарылайын деп, бомба сияқты болып жарылайын деп, бірақ жарыла алмай, не істерін білмей, прямо confused болып, басының бәрі шатасып кетті ғой, кәдімгідей шашы тік тұрып. Ал для них это было шок. Сөйтіп кетті. Ал үйіне барып, сосын жынданған шығар, білмеймін. Жеңілді в общем ол қатын. Содан оған зат болды, содан маған зат болды. Маған ештеңе де болған жоқ. Я до сих пор двигаюсь вперед. Ал Динарамен де мен кеше сөзген кезде айтсадым, аузын жауып. Ол да аузын жауып алды. Америкаға, LA-ға барып алып, ішіп шегіп отырсың дедім. Ал жауып алды ол аузын. Болды. Көтін жинап. Ана баласы да ішіп шегеді, ана күйеуі де ішіп пивіні шегеді, өзі де пив ішіп отыр, қотақпас. Жина дедім өзіңді. Вот. Құдай емессің дедім. Ешкім де Құдайдан аса алмайды. Бәрін Құдай аспанда көріп тұр. Болса егерде. И то кейбір адамдар атеист, сенбейді Құдайға. Ол Құдай бар ма жоқ па ешкім білмейді. Вот. Бірақ сонда да сендердің жасағандарың дұрыс емес. Карма деген нәрсе бар. Өздеріңе айналып келеді бәрібір. В общем, жамандық жасаған адамның жолы ашылмайды көп уақытқа шейін. Вот. Ол бәрібір өзіне қайтып келеді. А ана жақсы адам, ол всегда пытается идти дальше и идет. И жетеді өзінің Америкасына. Ол Америкаға жеткенмен де жоғалып кетіп жатқандар бар. Кеше Америкада 24 жастағы қазақ жоғалып кетіпті. Менен бір жас қана кіші. Жоғалып кеткен. Мен де 24 жасымда Америкаға барайын деп визаға тапсырдым. Сол кезде алып кеткен кезде мен кетіп қалам Америкаға. 24 жасымда мен Америкада болам. Барғаннан кейін, сосын бір айдан кейін мен де жоғалып кетсем, мен де айтса, сосын Құрманғазы Назерке 24 жастағы жоғалып кетті деп. Лос-Анджелес қаласында. Бүйтіп фотомды көрсетсе, болды. Сөйтіп ана баланың фотосын көрсеткен, интернеттен көріп отырмыз, білмеймін енді Алла сақтасын не болып жатқанын. Бірақ Чикаго қаласында жоғалып кеткен, так что көп қой енді ондай жоғалып та табылып та жатқандар. Бір қазақ қызын атып кетті Америкада. Ондай нәрселер өте көп болып жатыр. Бірақ енді отырмаймыз ғой, қорқып болып жатыр деп қойып, бұндай нәрсе болатын болса болады. Не істегенде ешкім білмейді. Вещи вне контроля. Никто не знает, что их ждет в своей стране и вне страны, понимаешь? Барам дейді, шетелге барады, сосын мына ешкім білмейді зат болатын. Мен де білмеймін кеткен кезде зат болатын, понимаешь? Ертең, например, Алматыға барам деп отырмын. Мен білмеймін зат болатын. Мен тіпті өзімнің Оралымда да зат болатын маған білмеймін. Алдында мені қақып кетті жолда, например. Алматыдан келгеннен кейін мені қақып кетті 3 айдан кейін. 3-4 айдан кейін. Ал 4 айдан кейін қақыпты мені. Ал зебрадан қақпайтын жерден қағып тұр. Зачаганскіде. Ал мен оны күттім бе? Жоқ. Вот. Но случилось. Так что бір жалған дүние ғой. Өліп кетуінде мүмкін екен негізі. Так что бір-бірімізге біз білмейміз қашан өлетінімізді, так что бір-бірімізге жақсы қарағанымыз жөн. Ол 1-2 ешкімнің өмірінің қандай екенін білмейді. Сен білмейсің кімнің қандай өмір сүріп жатқанын. Может, олар қиын өмір сүріп жатқан шығар. Соқтан барынша былай жылы болып жүргеніміз дұрыс, более профессионально, потому что біз білмейміз ол зат болып жатқанын, кімнің өмірінде зат болып жатқанын. Ая демеймін, но барынша өзіңді нейтрально, профессионально ұстап жүру керек. Вот. Сол айтатыным ағайын.